Танымал тележүргізуші Лейла Сұлтанқызы желіде жаңа жазба жариялап, 40 жастан кейінгі өмір жайлы өз ойы толғауын бөлісті. Бақ өкілі бұл жасты әркім әртүрлі сезінетінін жеткізді. Лейла Сұлтанқызы бұл жазбасын Instagram парақшасында бөліскен. Ол оқырмандарына 40-тан кейін өмірдің қызығы енді басталатынын айтып, 40 жастың қадірін түсіндіруге тырысты. Тележүргізуші көпшіліктің бұл жастан қорықпауға шақырды. 40-тың қадірі. 40-тан аспай, бұл жастың өзге жастан өзгерек екенін өзім де білмеппін. Ол жасты әркім әртүрлі сезінеді екен. Бірі 40-қа келіп әже атанады. Ал бірі бұл жаста енді ғана бақытын жолықтырып, ана атанады. Енді бірі бұл жаста өзінің қалауын тауып, бизнес бастаса, бірінде мансабының шарықтау шегі боп жатады. Ұлдары ер жетіп, қыздары бой жетіп қалған әйелдерде тіпті жастық шақтың жаңа этапы басталады. Ол қызыңмен бір толқындасың, жолдасыңа доссың, әрі сырлассың. Қателесуден қорықпайсың. Тұрақталған ортаң, жылдармен сыналған достарың бар. Бұл жастың әдемілігі де сол. Жасы 40-қа таяған және 40+ қыз келіншектер мені жақсы түсінеді. Сондықтан бұл жастан қорықпаңыз. Керісінше, жасарып, қалауыңызды жасап, 40-тың қызығына қарық болыңыз, деп жазды ол.